Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырып «Досым туралы не білемін?» Тема нашего урока «Что я знаю про своего друга?». Следующий у нас новые слова, жаңа сөздер. Жаңа сөздерді біз бүгін қайталаймыз. Мы сегодня с вами повторим новые слова. Мы это проходили с вами на прошлом уроке. Ең жақын. Балалар, ең жақын, самый близкий. Күшік деген сөз, щенок. Ақылды переводится как умный. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма, балалар, қазір біз мәтінді оқимыз. Мы сейчас с вами прочитаем этот текст. Менің досым көп. У меня много друзей. Қанат менің ең жақын досым. Канат мой самый близкий друг. Ол жақсы бала. Он хороший мальчик. Қанат сенімді дос. Канат надежный друг. Менің кішкентай күшігім бар. У меня есть маленький щенок. Оның аты Ақтөс. Его зовут Ақтөс. Ол ақылды. Он умный. Өте жақсы, балалар. Келесі үшінші тапсырма, 75-ші бет. Өзің қалаған сурет бойынша 5 сөйлем құрап жаз. Ребята, мы должны составлять предложение по этой картинке. Мы делаем это устно. Біз бұл тапсырманы ауызша жасаймыз, балалар. Дәптерге жазбаймыз. Екінші суретті таңдаймыз. Менің атым Айдана. Меня зовут Айдана. Менің отбасым үлкен. У меня большая семья. Бұл менің ағам Әлібек. Это мой брат Алибек. Ол маған үнемі көмектеседі. Он всегда помогает мне. Ол ақылды. Он умный. Келесі бізде письменное задание, жазылым тапсырмасы. Пишите в тетради, дәптерге жазамыз. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мы с вами прочитали текст, да, ребята? Теперь вы должны ответить на эти вопросы по содержанию текста. Бірінші сұрақ. Первый вопрос у нас. Қанат қандай дос? Канат какой друг? Он хороший или плохой или верный? Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос у нас. Оның күшігі бар ма? У него есть щенок. Третий вопрос. Күшігінің аты кім? Как зовут щенка? Балалар, мен сіздердің жауаптарыңды күтемін. Я жду ваши ответы. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.